Адам баласының жүрегіндегі қадір тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі ұстаз. Түлкібас ауданы, Жабағыл ауылы Әлия Молдағұлова жалпы орта мектебінің химия-биология пәнінің мұғалімі Шілмембетова Әсел Сейділаханқызы 15 жыл ұстаздық жолында аянбай еңбек етіп келе жатқан педагог сарапшы, озық идеясы бар жаңалыққа жаны құмар білікті мамандардың қатарында. Тек қана білікті маман ғана емес, шебер ұйымдастырушы, яғни жаратылыстану пәндер бірлестігінің жетекшісі. Бірлестіктегі математика, физика, информатика, биология пән мұғалімдерін бір отбасында ұйымдастырып қолдау көрсетіп отырады. Бірлестіктің жетекшісі ретінде жарыс сабақтар, көрмелер, ашық сабақтар ұйымдастырып, өз тәжірибесімен бөлісіп отыратын білімді көшбасшы. Білім бөлімінің ғылыми жоба ұйымдастыру шығармашылық тобының мүшесі. Білім беру мазмұнында жаңа форматтағы озық іс тәжірибесі таратылған ұстаз. Аудандық, облыстық, республикалық көлемде ғылыми жобаларға, экологиялық орталықтардың ұйымдастыруымен өткен жарыстарға қатысып, көптеген марапаттарға ие болған маман. Түркістан облысы, Шымкент қаласы бойынша өрлеу біліктілікті арттыру институтының ұйымдастырымен мұғалімдердің өз тәжірибесіндегі зерттеулерін тренерлер алдында талқылау өтті. Бұл форумда үздік баяндамашы және шебер сынып айдарында балаға өз бетімен зерттеуге мүмкіндік беру қажет. Сонда ғана ізденіп есте сақтау қабілеті артады деген мақсатта химия-биология сабағында оқушылардың зерттеушілік жұмыстарын ұйымдастыру тақырыбын қорғап, мақтау грамотасымен марапатталды. Баланың бойындағы қызығушылығын тану, бір нәрсеге бейімділігіне қарай көрінеді деген ол, пәрменді белсенді болу үшін тікелей әрекетке көшу керек дейді. Әсел Сейділаханқызы сыныбының тәрбие сағаттарында заманауи талаптарға сай патриоттық, экологиялық ойлармен бөліскенді ұнатады. Міне осындай ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет деген Бауыржан Момышұлының керемет дана сөзін әрқашан есіме аламын. Мен өз мамандығымда мақтанышым деп санаймын. Осылай деп өз мамандығына шексіз махаббатын білдірген үздік педагогтың алда талай дарынды оқушылар мен жетістікке жетері сөзсіз.